Үйсіндердің қоғамда орналасуы. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта қазақ халқының қалыптасуына негіз болған ежелгі түркі тайпаларының бірі үйсіндер туралы Қытай деректерінен және үйсіндердің көкбөрі туралы аңызынан хабардар болып, олардың мекендеген жерлері, үйсін Қытай қатынастары, сондай-ақ қоғамдық құрылысы жөніндегі маңызды мәселелерді ортаға саламыз. Үйсіндер туралы деректер. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасыр, біздің заманымыздағы 6 ғасырларда Қазақстан аумағын мекендеп мемлекеттік дәрежеге көтерілген ертедегі тайпалық одақтардың бірі үйсіндер болып табылады. Үйсін қазақ халқының қалыптасуына негіз болған ежелгі түркі тайпаларының бірі. Үйсіндер туралы алғашқы мәліметтер ежелгі Қытай жазбаларында біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырдан бастап кездеседі. Үйсін деген этноним ең алғаш біздің заманымызға дейінгі 104 жылы Қытай тарихшысы Сыма Цян жазған Ши Цзи тарихи жазбалар атты көп томдық шығармаларда кездеседі. Үйсіндердің көкбөрі туралы аңызында бір күні үйсіндерге көрші тайпа шабуыл жасап, қолбасшылары Нанди биді өлтіріп, оның жас сәбиі ел жауды тірідей шөп арасына тастап кетеді. Күтушісі Бөже Оңқа жаялыққа оралған сәбиді қалың шөптің арасына жасырып, балаға тамақ іздеп кетеді. Қайтып келсе, баланы бір көкбөрінің емізіп тұрғанын көреді. Олардың үстінде тұмсығына ет тістеп, бір құс қалықтап тұрған. Құс баланың басына айнала ұшып тұрып алады. Балаға Құдайдың жар болғандығын түсінген күтуші сәбиді құдіретті бала деп атап, оны көтеріп ғұндардың билеушісіне алып барады. Патша баланы жақсы күтіп тәрбиелейді, ал ол өскен кезде үйсіндерге билеуші етіп тағайындайды. Сол бала көрші тайпаларды талқандап жеңіп, үйсін мемлекетін құрды делінген. Баланы емізіп аман сақтап қалған көкбөріні үйсіндер күні бүгінге дейін қадір тұтады. Антропологиялық жағынан үйсіндердің бет пішінінде европоидтық және монголоидтық белгілер бірдей байқалады. Үйсіндердің мекені және сыртқы байланыстар. Үйсін мемлекетінің негізгі аумағы Қазақстанның Жетісу өлкесі, Шу, Талас өңірі, Ыстықкөл және Қытайдың Іле аймағы болды. Шекаралары батысында Шу мен Талас өзені, шығысында Тянь-Шанның шығыс бөлігі, солтүстігінде Балқаш көліне, оңтүстігінде Ыстықкөлге дейінгі аумақты алып жатты. Мемлекет шығыс, батыс, орталық болып 3 бөлікке бөлінген. Үйсіндер батысында қаңлылармен, шығысында ғұндармен, ал оңтүстігінде ферғанамен шектесті. Үйсіндер кезіндегі Тиграхауда сақтарының жерін мекендеген үйсін мемлекетінің астанасы Чигучен, Қызылаңғар қаласы болды. Ол Ыстықкөлдің жағасында орналасқан. Қытай деректеріндегі мәліметтерге қарағанда, үйсін еліндегі халықтың саны 630 мың, әскері 188.800 жауынгер болғандығы айтылады. Үйсін мемлекеті құрылғаннан бастап, оның бүкіл елді басқаратын үкіметтік ұйымы болды. Әлеуметтік қатынастар заңдар арқылы реттеліп, күшті ұйымдасқан әскері болды. Үйсін елі қытайлар үшін батыс өлкедегі ең күшті мемлекет саналды. Мемлекеттің ең жоғарғы басшысы Гуньмо, Күнби деп аталған. Бірқатар көрші тайпалар үйсіндердің қол астында болды. Олар жайылым, сауда жолы үшін қаңлы ғұндармен ұзақ соғысты. Ғұндардың тегеуріне төтеп беру үшін үйсіндер Қытаймен кең дипломатиялық және туыстық қатынаста болған. Ал қытайлар саяси мақсатпен үйсіндерді ғұндарға қарсы күресте пайдалануды көздеді. Үйсін мемлекетін біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырда аварлар, жужандар талқандайды. Қоғамдық құрылысы. Үйсіндер мемлекеттік дәрежеде өмір сүрген тайпалар. Үйсін қоғамы біртекті болмаған, онда байлар, жауынгерлер мен абыздар және қарапайым малшылар мен егіншілер өмір сүрді. Үйсіндер қоғамында құлдар да болған. Олар негізінен соғыс тұтқындарынан құралып, үй шаруашылығында пайдаланылды. Үйсіндерде басты байлық мал мен жер болып саналады. Ең бай адамның 4-5 мың жылқысы болған. Байлар өзінің меншік екенін білдіру үшін жылқыларына ен салып таңба басты. Біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырда ежелгі үйсін қоғамында мүліктік және әлеуметтік теңсіздік, шұрайлы жерді, жеке меншіктің болғанның
бір белгісі жеке адамдарға тиесілі мүліктің ерекше таңбаларымен белгіленуі болып табылады. Таңбалар дүние мүлікке, үй малдарына салынды. Үйсін қоғамында әскер басшылары мен жоғары лауазымды ақсүйектердің алтын мыстан жасалған мөрлері болса, лауазымы төменіректердікі тас қыштан жасалды. Үйсін обалары көлемі жағынан үшке бөлінеді. Үлкен обалары диаметрі 80 метр, биіктігі 15 метр. Орташа обалар диаметрі 15 метр, биіктігі 4 метр. Кішкене обалар диаметрі 10 метр, биіктігі 1 метр. Үлкен обаларға бай адамдар жерленген. Олардың қасына қажетті деген бағалы қару-жарақтары мен ыдыстары қойылған. Ал кішкене обаларға қатардағы малшылар мен егіншілер жерленген. Олардың зираттары мүлде қарапайым болған.